жазу. Бірінші этап бұл бізде ритмді анықтау. Бірінші этап бұл бізде ритмді анықтау. Ритм синусты және синусты емес болып бөлінеді. Синусты емес деп жазбаймыз. Именно қандай ритмнің бұзылысы, аритмиялар бар бізде, мысалға пароксизмальды аритмия болуы мүмкін, немесе фибрилляция предсердия болуы мүмкін. Қандай именно бұзылыс, соны жазатын боламыз синусты емеске. Ал бізде синусты ритм болады. Бұл нормальный ритм, қалыпты физиологиялық жағдайда болады. Оны қалай анықтаймыз? Оны біз жаңағы ЭКГ-ға қараған кезде сабақта көрсеткен болатын, осы ЭКГ-ны талқылаймыз деп. Ритмнің синус екенін әр КРС комплексінің алдында ПТШ-сі міндетті түрде болу керек, яғни соған қарап анықтаймыз. Барлық ответенияларды тексеріп шығамыз.